жылы педагог байқауының қатысушысы Жаңғырхан атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі Мұхитова Жанар Қазбекқызы. Еңбек өтілім 16 жыл, санатым педагог, модератор. Бүгінгі байқауға қатысатын сабағымның тақырыбы цифрлық сауаттылық пәнінен құжатты рәсімдейміз тақырыбы. Бұл 3-ші сынып оқушыларына арналған. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндік процессорда қаріп пен абзацты пішімдеуді көрсету. Бүгінгі сабақтан біздер құжатты мәтіндік редактордың көмегімен қалай рәсімдеу керек екенін үйренетін боламыз. Әртүрлі шрифттермен танысамыз, және де абзацты қалай форматтауды және құжатты жақсы көрінетіндей етіп ұйымдастыруды үйренетін боламыз. Құжат дегеніміз мәтін жазылған файл. Мысалы, хат, әңгіме немесе шығарма жазсақ, ол да құжат болады. Қаріп деген не? Қаріп бұл әріптің түрі. Кейбір әріптер жуан болады, кейбірі жіңішке, біреуі қисық, біреуі түзу. Мысалы, Arial қарапайым әріп түрі. Times New Roman ресми көрінетін әріп. Біз өзімізге ұнайтын қаріпті таңдай аламыз. Тақырыпты үлкен етіп жазамыз, мысалы 16 немесе 18 өлшем. Ал мәтінді кішірек 12 немесе 14 өлшемде жазамыз. Мәтіннің орналасуын да өзгертуге болады. Мысалы, сол жаққа туралау мәтін сол жақтан басталады. Ортасына туралау мәтін ортада тұрады, мысалы тақырып үшін. Екі жақ шетіне туралау мәтін әдемі, тегіс болып шығады. Тақырыпты әдетте ортасына қоямыз, ал мәтінді сол жаққа туралаймыз. Құжат түрлері. Құжат біздерде мәтіндік құжат құру барысында мәтінмен жұмыс келесі қадамдарды қамтиды. Бірінші ол мәтінді теру, екінші мәтінді редакциялау, үшінші мәтінді пішімдеу. Редакторда мәтінді терген соң ол ерекшеленіп, қарпы, жазылу мен түсі таңдалатын болады. Яғни соңынан абзац реттеледі. Shift, яғни ол қарып бөлімі. Қарыптың жазылуын өзгерту үшін жирный, курсив, подчеркнутый әріптерінің бірін таңдаймыз. Яғни бұл жерде жирный ол бізде полужирный, жартылай қалың, курсив қиғаш жазады, ал біздерде подчеркнутый ол яғни астын сызып жазуды білдіреді. Сонымен қатар біздер қаріптің түсін өзгерте аламыз. Өзіміз таңдаған түске өзгерте аламыз. Шрифт түрлері және оларды қолдану ережелері. Arial шрифті. Arial бұл қарапайым және оқуға ыңғайлы шрифт. Verdana бізде бұл экранда оқуға ыңғайлы қалың шрифт болып табылады. Times New Roman күнделікті өмірде қолданылатын классикалық шрифт, яғни ол құжаттардың формальды стиліне сәйкес келеді. Абзац бөліміне келетін болсақ, яғни терілген мәтінді сол жаққа қарай реттейді. Терілген мәтінді ортаға қарай реттейді. Терілген мәтінді оң жаққа қарай реттейді. Жоларалық интервалды да өзгертуге болады. Абзацты рәсімдеу талаптарын жаңа да айтқан болатынмын. Сонымен қатар оны осы бөлімшеден көре аласыздар. Сабақ барысында мен оқушыларды білім шыңы әдісімен бағалайтын боламын. Бұл магниттіктерде оқушылардың аттары жазылған сабаққа қатысатын бүгінгі. Сол оқушыларды әр тапсырманы орындаған сайын білім шыңына көтеріп отыратын боламын. Оқушыларға берілетін ең бірінші тапсырма ол біздерде топтық жұмыс. Оқушылардың алдына осындай бет үйлестіремін. Яғни олар Word редакторында терілген мәтін алдарында жазылған. Мәтіннің тақырыбы, мысалы, қазақтың бейнелеу өнері. Осы мәтіннің қатарында shift және абзац командаларын қолдануын оқушылар талдайды, шағын есеп жазады. Мысалы, бұл жерде бірінші жолда
тақырыптың түсі жасылмен берілгенін, оның шрифті Times New Roman қолданылғанын және абзац ортадан кетірілгенін оқушылар есеп құрастырып жазатын болады. Оқушыларға берілетін келесі тапсырма бұл біздерде жұптық жұмыс. Бұл тапсырманың шарты бойынша оқушылардың алдарында берілген сұрақтарға оқушылар дұрыс емес тұжырымдарын анықтап жазады. Бұл тапсырманы орындау барысында оқушылардың логикалық ойлаулары, мәтінді пішіндеу және олардың қабілеттерін анықтайтын болады. Келесі берілетін оқушыларға тапсырма бұл интерактивті тақтамен жұмыс. Бұл жерде оқушылардың алдарында мәтіндік редактордың құралдары мен қызметтері көрсетілген. Осы құралдары мен қызметін оқушылар сәйкестендіру арқылы тапсырманы орындайтын болады. Келесі кезекте оқушыларды сергіту сәтін орындатамын. Бұл кезде беле-беле шаңырақ сергіту сәті көрсетіледі. Келесі оқушыларға берілетін тапсырма жеке жұмыс, яғни біздерде оқушылар практикалық жұмыс орындайтын болады. Бұл мен сабақ кестемді жасаймын деп аталады. Оқушылар аптаның әр күнде әр түрлі сабақтарға қатысады. Сол сабақтарды ұмытпай және дұрыс жоспарлау үшін олар өздерінің кестесін жасайтын болады. Оқушылар оны пішіндейді және басып шығарулары керек. Бірінші олар яғни MS бағдарламасын ашады. Одан кейін менің сабақ кестем деп оның атауын өзгертеді. Одан кейін кірістіру кестем әзіріне кіріп, 6 қатар және 6 баған құратын болады. Бірінші қатарға олар күн атауларын дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі деп жазса, реттік номерін белгілі болады қатарынан. Содан кейін олар күнделікті сабақтағы өздерінің сабақ кестесін орындайды. Бұл функционалдық сауаттылық тапсырмасы болып табылады. Сабақтың қорытындысы бойынша, осы білім шыңы әдісі бойынша, оқушылардың әр балдың қасына жеткен жетістіктері бойынша оқушыларды бүгінгі сабақта бағалайтын боламын. Мысалы, біздерде Саят, Санжар, Айкүміс, Жалғас 10 ұпайға жетсе, яғни олар білім шыңына жетті. Бүгінгі сабақтан олар 10 ұпай иеленді. Осы жоғары ұпай жинаған оқушыларды сонымен қатар мен мадақтамамен марапаттайтын боламын. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін оқушыларға бекіту тапсырмасы беріледі. Яғни, интерактивті тақтада көрсетілген QR кодты оқушылар телефондарына сканерлеп алып, Learning.org программасы арқылы сабақты бекітеміз. Бұл тапсырмаларды орындау барысында мен бүгінгі сабақтың нәтижесіне жеттім деп ойлаймын. Яғни, оқушылар мәтіндік редакторды қолданудың маңызды, күнделікті өмірде қандай маңызы бар екенін үйренеді. Сонымен қатар, құжатты рәсімдеу дағдылары мен күнделікті өмірде көптеген жағдайларда қажет болатынын ұғынады. Олар мектептегі тапсырмалар мен рефераттарды орындайды. Жарнама немесе хабарландыруды жазуды үйренеді. Ата-аналарға алғыс хат немесе өтініш жазалады. Интернеттегі пост немесе блог жазуда осындай құжаттарды қолданатын болады. Назарларыңызға көп-көп рахмет.